Заказали синца, привезли Димаша. Та қай жерінде татуировка бар? Көтенде барып прицел. Ищет всегда приключения деген сияқты. Орта есеппен есептесек. Орта есеппен. Да? Серьезно ма? Бәріміз ондай емеспіз. Жалпы қыздар ұнай ма? Қыздар ұнайды, иә. Содан бастайықшы. Мысалға Данияр Елеусинов екеуміз ол А классында, мен Б классында 43-ші мектепте оқыдық Оралда. Мектепте көп ұйықтаған сияқтысың. Сөйтіп кетіп қалшы. YouTube шоу Тредстан, бізде кезекті қонағымыз Жыбырлақ. Қалайсың? Қош келдің, брат. Сендер үшеуің отыра бересіңдер, біз шыға берейік па? Иә. Сөйлемейміз осында. Сөйлейік. Арасында, иә? Иә, қандасында. Димаш, қош келдің. Рахмет. Бұл жерде билеудің қажеті жоқ. Аха. Бұл жерде ең бастысы жаңағы Тредстағы әртүрлі қызықты жаңалықтармен біз бөлісеміз, қызықты тредстармен, жазбалармен. Сен сол туралы жалпы ұйқың қанды ғой бәрі дұрыс. Сол жайында өзің ойыңды айтасың жалпы. Негізі көбісі айтады ғой енді жаңағы бишілер әңгімеге жоқ, анау мынау сөйлей алмайды, блогерлар сөйлей алмайды деп, соны бүгін дәлелдеп тасташы, действительно сөйлей алмайтынды. Бір сұрақ қояйыншы, неге Жыбырлақ? Ой, Неге Жыбырлақ Қытырлақ емес? Просто қанша білем өзімде бір орында отыра алмаймын. Содан, иә? Ладно, мен кеттім. Орын ауыстырайық десей. Сол ғой, бір жерім қышып, бір жерге барғым келіп тұрады, бірдеңе істегім келіп тұрады. Ну, енді жақсы жағынан да. Кім қойды оны негізі вообще? Өзім қоя салдым. Өз-өзіңе қоясың да, брат? Имам. Просто жыбырламай тыныш отыршы деп көп айтады да маған. Бала кезіңізде айтты ма? Бала кезімізде емес, Қазір де айта ма? үлкен кезімізде енді біз жыбырламай бір тыныш отыршы деп Оралда айтады ғой көбінесе. Оралдасыз ба? Оралда ең күшті адам дымда істемейтін адам да андай. Бір жерге бірдеңе істеп жатсаң, мынау осы отырмайды екен тыныш деп. Всегда движняк да получается. Барымша, иә. Не болса да әйтеуір. Димаш, сен ТНТ-да танцы передачасына қатыстың ғой, иә? Иә, сол мангалдың қасында тұрып, төрт сезон бойы аңсап келіп, 5-шіге бара салайыншы дедім. Күшті. Шашлычник болып жүріп, ТНТ-ға неге өтті? Өте керемет. Мотивация ғой ну? 9-10 жыл жасадым да шашлыкты солай. Бәсе шашлык не шықты. Димаш, бәріне мынандай сұрақ шығар. Жалпы жасың нешеде? 34-те, 35-ке толам. Біз ойладық бірден 43-44. Жоқ, жас көрінеді негізі. Жас көрінеді. Үйленгенсіз ба? Жоқ пока что. Онда жас көрініп тұр. Неге үйленбей жүрсіз? Сол біреуін алсам, қалғанда ренжіп қала ма деп қорқып. Точно третья ма программа? Так, жалпы жақыннан танысып жатырмыз ғой енді. Жыбырлақ, Димаш. Енді жобаның, шоудың қандай мақсаты соны айтып жалпы оп-оңай, қазір біз тредстарды оқи бастаймыз, сосын талқылаймыз, содан кейін ең ұнаған тредсті өзің айтасың, мынау маған ұнады, осыған бір сыйлық берейікші деп. Сосын өзің сыйлық тауып бересің. Иә, өзіңіз 50 мың тапып жүресіз. Жоқ, кеттік. Кім бастайды? Құрметті достар, лайк басамыз, комментарий жазамыз, колокольчикті баса ұмытпаңыздар. Собралась с парнем в горы кататься на лыжах, парня посоветуйте, пожалуйста, дейді. Жалпы осындай да тредстер бар екен. Жалпы собралась с парнем в горы. Парня посоветуйте, пожалуйста. Собралась с парнем в горы кататься на лыжах. Парня посоветуйте, пожалуйста. Бір лыжникті советуйте етпесең да. Парня посоветуйте. Лыжи тебесіз ба жалпы? Тебе алмайды екем. Бір рет реклама түсіруге бардық. Сырғанаған ұнамайды ғой Тебе сізге. алмайды екем. Домаладыңыз ба? Әрине түсірдім ана видеоны, ё-моё. Негізі кататься еткен видеоларым керек болды ғой оларға. Go турист кешірім сұраймын. Сол көңілден шыққан жоқ видеолар ғой. Өкінішті болып қалды бір жағынан. Посоветуйте парня. Так, я себя не могу посоветовать, к сожалению. Да почему? Я кататься не умею. Да. Сырғанаған ұнамайды, короче. Құлап, сүрініп. Жалпы қандай спорт ұнайды? Футбол, баскетбол, бокс. Бокс. Бокспен неше уақыт айналыстың? Айналысқан жоқпын, районда көп болды, братандар айналысқан. Негізі айтады ғой. Мысалға Данияр Елеусинов екеуміз ол А классында, мен Б классында 43-ші мектепте оқыдық Оралда. Сізде А класс бірінші орын саған сияқты ғой. А классында көп болды. Мектепте көп ұйықтаған сияқтысың. Ұйықтадық, иә. Біраз ұйқың қанды дейсің. Тілім ұзын негізі. Тілден жеген неге моменттер алып болды. кетпедіңіз сол бокста?
білмеймін, футболға қаттырақ кетіп қалдық. Біздің көшеде Енді футбол Данияр Елеусін параллель класс тоқса қалай алып кетеді ол? олимпиада чемпионы болатын. районный чемпионатта шыға алмайсың. Бір-екі награданы алып кеткен шығар. Класстан шыға алмайсың ғой. Районнан облысқа бару керексің ғой сен. Сен де осы класста оқыдың емес пе? Жоқ, мектепте Шүкір деп жатыр. Мен жүгірмедім. Жаңағы тақырып не болды сонда? сол ма? Оны қалдырдық ғой. Білмеймін ол қалай. Себя не посоветуй дейсің. Неше түрлі Лыжник па? стресста неше түрлі адамдар жазады да, неше түрлі темалар. Жалпы біз андай қатты ауыр темаларды алғымыз келмейді. Осындай жеңіл арасында алып не отырмыз. Жалпы қиналсаң қоя салайықшы, өзі тауып алады. Вообще біздер Алматыда тұрып кататься етпейміз, байқайсыңдар ма? Мен барып көрген жоқпын Бізге мысалы. бастау керек сияқты бәрімізге, потому что Алматыда тұрып біздер Біздің- лыж алып, не алып үйрену керек сияқты бәрімізге. Біздің бір досымыз солай Сөйтейік онда теуіп, бір біздің Қазір кетіп қалды. Айтсыншы досын. бір досымыз отбасылық дейміз енді. Сол кісі сондай тебем деп аяғын сындырып алып, кәдімгідей операция болған. Қазір қотақ теуіп жүрді ше. Сонымен менде сондай фобия. Тегізе саламыз. Менде сондай фобия, мен мысалы Иә, оның тебуге аяғын қорқамын. кесіп тастауға болды кәдімгідей. Иә. Операция жасап, Серьезно ма? Қазақстанда операция кәдімгідей сәтсіз шығып, Оралда жасады, сосын соттасты врачтармен, и соңында Россияға алып барып, әйтеуір аман қалды. Көт ауыр достарың. Иә. Арт ауыр дейді ғой. Менің тумаларым келеді да, мен солардың бәрін аты қалай еді? Шымбұлақ. Шымбұлақ, иә, сол Шымбұлаққа апарам да. Шымбұлақтың атын білмейді ғой. Жоғары жаққа барамыз, ана немен кататься Қалқаманнан етіп, шығып жоғары жақ. И жұрттың бәрі кататься етіп жүреді, и біздер қарап тұрамыз да, Сен шаналы бағасың қайтып келеміз да. Мен сол әйеліме айтамын да, біздер бұлар 5-6 рет келеді екен, біздер 5-6 рет апарады екенбіз, без конца біздер үйренейік та, кататься етіп. Қашан линолеуммен келе береміз дедің ба? Картонмен ба? Просто жүріп қайту. Линолеум мощно сырғанайтын еді ғой баяғыда. Кім көрді линолеуммен балалық шақта? Мен Стелла жақта тұрдым ғой. Стелла жақта лестница білесіңдер ма? Пакет салбастық. Кетесің. Қазір не өзгертті сен? Өнербақтың артында болды біздер бала болған кезде. Өнербақтың артында не бар ғой? Подвал артынан не кіретін товарларды кіргізетін бар ғой? Артына кіретін жерде жақсы білесің сен, Иә, сонда жақсы горка болатын. Жоқ, Оралда енді горка ғой прям. Кірмесін болмайды. Өз-өзімізді мақтай бермейік енді. Иә. Менде мынандай бұтақ бар. Қандай бұтақ? Мынандай Қызылордалық бұтақ деші. Тредста не дейді, пост демейді, ветка дейді. Ветканың қазақшасы. бұтақ. Ол осы екеуі аударған, осы екеуінің передачасы. Иә, біздер білмейміз. Біз зарплатада отырмыз бұл жерде. Давай кеттік оқышы бұтағыңды. Досым сенің атыңа кредит алайық, сосын өзім кешіктірмей төлеп тұрамын деген досыма кредит алып бердім. Қазір менің кредитім бар, досым жоқ дейді. Енді сұрақ. Ол значит не? Значит досыңда ставка шықпай қалды деген. Енді сұрақ, сіз досыңызға қаншалықты сенесіз кредит алып беретіндей? Бір рет болды. Қазір алып бермеймін вообще. Кім болса да, туысқан болса да алып бермеймін. Енді мамадан басқасына Уже одобрение бермей ма? Айболат, сен алып Жоқ, Мен төлемей басына қойды ма өтті, сонда? Иә, 5 жыл бойы төлемей жүрген, мен білген жоқпын. Мен Жақын вообще досыңыз кредитке бар ма? жоламай жүргенмін ғой адам. 5 жыл төлемей жүргенде Ол кезде білмедім. зарплатым жақсы болды, ресторанда, шашлыкте, гриль повар дейді ғой, енді стейк, шашлыктың бәрін жасаймыз ғой. Мельница деген сонда жасадым. Нормально болып жүрді. И тұрдым да бәрі iPhone ала бастады. Ол кезде iPhone 5s сияқты ең шыққан кезде. Сен жасың бірталай. Иә, сол кезде и алайын деп барсам технодомға, жолғам, салам алейкум, 5 жыл қайда жүрсің деді ғой. А что, 5 жыл сонда звондамай ма не, брат, сіздер? Дедім ғой, біліп тұрсың ғой да кім екенін деді. Өзіңді біліп тұрсың ба? Сәлем жолдап Сен жүрсеңіз жаңа ғой. нелі кесіп отырсың ғой сен? Через камеру ма? Жоқ, ол нормально, потом нормально нетті. Кешірім сұрады ма сізден? Қазір түрмеде отыр деймін. Потом 5 жыл, одан кейін тағы 5 жыл өтті, черный списоктан шықтық, потом өзім гасякқа кірдім, потом өзім неттім, бүлдіріп тастадым да. Сен вообще проблемаңның көп екен ғой. Сол айтып тұрмын ғой, жыбырлай Сен беремін, әйтеуір- жан-жақта бүйтіп сөйтіп. Проблемасыз келдің ғой төрден, нормально ғой. Енді яғни дұрыс емес та? Дұрыс Біреудің емес. атынан кредит алу. Жоқ. Или смотря қандай адамға сен алып Қандай жатсың. адамға жабатын адам болса, қуана Если тағы де- біреуін алып бересің ғой, ойбай жаным ау. Кредит по пересадке волос алсаң қалай болады? Пересадка волос жасадым, мен өскен жоқ. Да? Ол кредит алып бекер Иә. дейсің, короче. Ауаға кетті ақша. Астанада Деньги на ветер, да? 1,2 миллион фу, ұшып кетті ғой. Қай компания айтса соған балалар халық ұрынып жүрмесін. 5 альфа. 5 альфа. Астана. Жоқ, может, әлі күту керек шығар. прям көрініп тұр да. Неше жыл бұрын жасадыңыз? 2019-да Манчестер Юнайтед Астанаға келген күні.
Турциядан жасатып көрмедің ба операция? сол сен проблеманы Еще шешіп берейік енді осыны клиника дұрыс жасамаған екен. Мен турецкий бір докторға шықтым, біреулердің рекомендациясы бойынша бүйтіп жаздым, Google переводпен бүйтіп ағылшынша сөйлестік. Жасаған тәсілі вообще дұрыс емес екен. Бір лумкаға 3 шаштан 2 шаштан салған ғой, вообще бір-бірден салу керек екен негізі. негізі полный басты ауыстыру керек дедің ма? Димашты қанша? Ең жеңілі брат, сен полный басында ауыстырып тастады. Димашты қанша танимын, просто я его не представляю, шашпен бар ғой. негізі осылай да, Осылай туылды ма не Димаш? Өзіне үйлеседі да. бұрынғы суреттеріңіз бар ма, шашыңыз бар кез? Голый суреттеріңіз бар ма? Ай, вот сен сұраған ұят екен кішкене. Мен сұрасам, ладно, жарайды. Так, мен кәдімгі фотоларын қарап отыр. Иә, шашы бар кезін көрейік. XXXX деген папкаға кірді. Айболат, сен біреуге кредит алып беріп педің өмірінде? Мен ба? Ол маған алдыртады. Мен сол алаяқ адаммын ғой, который алғызады. Мен алдыртады. Шаштың проблемасын қоя беріңдер. Короче, Қандай кредит проблемалар алып бар? бермей-ақ қойыңдар. Бір ауыз сөзбен Қазір ешкімге ешкімге несие алып бермеңіздер, алданып қалмаңыздар достар. Мәссаған. Қалай? Қалай? нормально. Жо, жақсы деп. Ермек саған. Димаш Маған сенің бюджетный түріңде. Так, мынандай. Қалай, нормально ма? Димаш Бәрі сонда қандай қазір фотолар сен ешкімнің кредитін жауып жүрген жоқсың ғой, Димаш? Да? Ешқандай. Камераға көрсетсеңіз. Өте күшті екен негізі. Жоқ, былай да жақсы Сымбатты негізі. жігіт екенсің ғой негізі. Пересадка жасау керек екен. Ақшаны өзінен аяма брат. Жоқ, енді қазір ешқандай проблема жоқ қой басында. Шаш та жоқ, басында ештеңе жоқ. Наоборот, Нормально, да? бұл тақырбастығым наоборот медик алып келді ғой. Иә. Изюминка дейді ғой. Жақсы, кәдімгі. Тот самый лысый из Brothers. Деп айта ма сен? Иә, Да. иә. Өзімді де салыстырамын сонымен. Он еще танцует Мини классно. бразерс. Қазір сонда изюминкаң Азиатский. болмаса көтерілу қиын сияқты, иә? Джонни Синс с Алиэкспресса мы. Заказали Синса, привезли Димаша. Не, медийный болу үшін негізі осындай бір ерекше. Иә, ерекше болу керек. Жақсы. Қыртыда қалды көрдіңдер ма, Денис? 34 теңгені опасно билеу. Так, мен да бетінде үлкен қалы бар қызға қалың қалай десең ренжиді ма дейді. Айтып көру керек еді. В целом адамның бір денесіндегі кейбір заттарға тиісу қаншалықты дұрыс Емес әрине. дұрыс емес та. Мен уже Бестакты ғой ол. мен уже Жоқ, сондай адамдар бар ғой, А которые мүмкін ол реально қалына переживать етіп жүрген болар. әдемі тема екен. Негізі мен уже қазір самоирония уже дамып кеткен менде Сенде ма? уже. Өте күшті нәрсе ғой. Мысалға, Прокачался, да? Басында видеоларым атып кетті ғой. Мгм. И бүкіл жерде тақырбас боламын. И хейт кетті да, былай 100 хейт дейікші, 100% хейттің ішінде. 100 комментарий 100 хейт па? Да, 100 комментарий дейікші, соның 85-і еркектер жазады да, шашы түсіп қалған, түрі шалға ұқсайды, тістері бір-бірімен ұрысып қалған деп. И страницасына кірсең, нормально семейный адамдар, что там? Мүмкін әйелі шығар жазып Чего не отырған. хватает, да? Да чего не? Может, Жоқ. видеоны Енді айтшы. бәрін әйелі жазбайтын шығар 85 жігіттің. Енді аккаунт ашып бірге қарайтындар бар ғой. мысалы. Еркектер жазады, а әйел адамдардың бәрі жазады, ну, такой крутой, классный, позитивный, энергичный. Сол әйелдердің күйеулері ғой саған. Иә, Димаш, сен түсінбейсің. Олар видеоларын жібереді күйеулеріне. Қараш күшті билейді дейді да. И қызғанып, олар өздері олай билей алмаған. Әйел жіберген сен. Негізі парадокста кейбір кезде қыздарға солай жазып жатады ғой бір комментарийлер. Оказывается, еркектер де жазады екен ғой. Мен бірінші рет естіп отырмын. Обычно бір-бірін мақтайды ғой кәдімгідей. Комментарийлер деген сөз жаттап алған абзал. Комментарийлер дедім. Нет. Как бы спортсмендер, андай успешный адамдар, Пікірлер деп айтайықшы. Топ 3 комментарий, андай хейт самый көп айтатын. Сол түрі шалға ұқсайды, тістері бір-біріне ұрысып қалған. Көп жазатын Ленин. Ленин. Ты не обижаешься? Нет, мен басында обижался. Направду не обижается. Кәдімгідей тарс. Димаш, Жынданатын едім, и потом все, бір 4 ай өткеннен кейін, а чё, моя лысина их бесит? Бүйтіп, мен тақырбастығым жындандыратын болып тұр, значит, мен жетіп жатқан жетістігім оларды Басқа призмадан қарадың ғой, иә? Иә, Уже. позитивно. И қазір маған бүйтіп тақырбас деп, лысый деп бірдеңе десем, ау деймін мен, нормально. Тақырбаспын реально. шалдадышың ғой енді, шал. Шалды ғой. 2006-лар үйленіп жатыр ғой уже.
жалпы сен қазір қандай қызға үйленетін бір нең бар, ойың бар? білмеймін сол. Жасы нешеде қарастырып жатсың? Бар ма, қызың бар ма негізі? Крупскийға дейін. Жалпы қыздар ұнай ма? Қыздар ұнайды, иә. Қыздар, содан бастайық. Содан бастайық, иә. Қыздар ұнайды, иә. Сол ұнайтын Қашан үйленесің деген андай ше. Туысқандарыңның ең банальный сұрағын саған қояйықшы, қашан үйленесің? Қашан үйленесің? Шал болып жүре берме, бұдан да түрің қазір пока нормально болып тұрған кезде үйленіп алсайшы деген нәрсе. Ауылда көкем есіме түсіп кетті саған қарап. сол айтып тұрмын ғой, біреуін алсам қалғандар ренжіп қала ма деп. Қанша қалғанда ренжіп қала ма деп екі рет айтты. Қанша ол соншама? Бүкіл Өздерің айтыңдар ғой, иә, Listen is Brothers деген өзіне көп алатын досыңды белгіле. Өздерің Менде сол қызға байланысты бір бұтақ бар. Дәл сол қызға ма? қасқа жаңа қалды. Иә. Короче, мой вам совет самоиронияны бүйтіп дамыту. Жалпылама жаңа біз айтып жатырмыз Ғайболат екеуміз. Біз оны мынандай ақылмен айтып жатырмыз да, құрметті жігіттер, жалпы кез келген жағдайда бір әзілдеу емес, бір қолдап жазайық, иә, оны. Арық, толық, қысқа, шашы бар, шашы жоқ деп бөлмейміз. Тек қана жақсы көңіл күймен бір қолдап жазайық сондай кісілердің. И мен байқағаным сол, егер сен жетістікке жетем деп бір алға қойған бір мақсат қойған бір еркек болсаң, адам болсаң, сенің бойың ұзындығына, арықтығына, семіздігіне, там шашың жоқтығына, көзің қылилығына, тісің жоқтығына қарамайды. Аяқ қолың жоқ. Бля, дауыс Адамдар қарай ма не? Аяқ қол жоқ адамдар миллионерлер болып жүр ғой енді. Жоқ. Қаншама просто алға басыңдар енді. Самоиронияны дамытыңдар. Самоирония демекші, не әркімнің аузына қақпақ болып отыра алмайсың ғой мысалы. Иә. Бірақ сол үшін. сен өзіңде самоирония мықты болса, менде мысалы очень бір нәрсе расстраивает мені, например, өмір бақи енді жүріп қой ондай дауыспен. Адамдар келіп әзілдейді ғой. Бәрі одинаково әзілдейді. 34 жыл бойы бір әзілді естеймін, да? Бір әзілді. Қандай? Даусыңды ішіп қылғансың ба не, кеше ішкенсің ба не, или караокеда өлең айттың ба не деген. И мені самый расстраивает, не то, что мен бүйтіп қараймын да, олар ренжиді деп ойлайды, мен ренжімеймін, мен просто ойлану керек. Ты запоминаешь их, да? Жұмыс істеу керек дәл андай. Шуткаларың шамалы деп айта алмаймын да мен. Айта берсейші. Айболат ренжімейді оған. Мен олар жұмыс істегенне, жұмыс істемегендіктен мне самому приходится өзіме шутку придумывать. Өзім ойланып та дальше. Сен досың ба? Бұл трекстан 2008-2009 жылдарда біз мектепте оқығанда қыздар уже бай болатын еді ғой дейді. Асханаға солар ғана кіріп пирожки сок алып ұлдарды угощать етіп жүретін. Мектепте солай болды ма? Жоқ, қателесіп. Конечно, біз просто старшақтарға беріп тастайтын едік қой ақшамыздың бәрін. Өміріміздің бәрі таяқ жеумен өтті ғой былай қарасаң. Үйде үлкендерден түш, көшеге шығасың үлкендерден түш, мектепке барасың коридорға түш, сыныпта отырасың мұғалімнен таяқ жейсің, армияға барасың дембелдер. 18-ге толдың болды өмірден ғой. Переменге шығасың Даниярды. Асханаға барасың Данияр. Үйден шықпау керек еді. Сол старшактарға кетіп отқан сияқты. Мен еще ойлаймын да, что біздер мектепте оқығанда қыздар ақша жинай алатын сияқты да. Ұстай алмайды да. Но ондай ақша жинау деген жоқ қой мектепте. Неге күн сайын 500 теңгеден? Саған күнделікті ақша бермей ма? Ол жинайды ғой, қыз балдар жинай Что за алады. депозит? Қыз балдар 100 теңгеден салып жинай алады. Біздер еркек адамдар так не умеем. Жалпы сен ақша жинап жатсың ба? Неше ақшаң бар қазір айтшы. Жоқ қой. Жоқ, негізі блогерлар бай болады дейді. Сен байлығыңды орта есеппен есептесек. Орта есеппен. Мә. Серьезно ма? Бәріміз ондай емес. Каспий голдыңызды көрсетесіз бе? Каспий голдта жоқ. Блок 236 теңге ма? Жалпы реклама. Автобус жүрмейді ғой, тоқтап. Автобусқа үлгеріп келдім мен. 73-ке отырып келдім. Пожалуйста. Өте қарапайым блогер өзім бірге ойнап жатыр. Бәрін red flag көретін адамдардың өздері red flag болатынын біле ма? Білемін дейді. Бірақ оны дәлелдей алмаймын дейді. Яғни бәрін red flag көретін адамдардың өздері көбінесе red flag болады, бірақ оны дәлелдей алмаймын дейді. Қайталап бердің ба просто? Екінші рет түсіндіру керек сияқты. Миым тоңқайып бітті. Red flagsыз ба, green flagsыз ба? Айтасыздар қыздар. Жоқ, өзіңіз қалай ойлайсыз?
грин деп ойлаймын өзімді, потом телефонымда грин, өзіңіздің де киіміңіз грин екен. өзіңе көп алып гриндалмын дейсің да. гриндал сияқтымын. жалпы сенің ойыңша Орал жасыл өлке ғой иә, тамаша. Жалпы өзің ойынша грин флаг болу үшін қандай болу керек? Сен сияқты болу керек па бәрі? Грин флаг дегенде 3 сөзбен сипаттап берсең, да? Ну, сұхбат болып кеткен жоқ па? Жоқ, нормально, по идее. Сен өзің прикол тығылып жүрші. Просто так өтсің ғой. грин флаг болу үшін енді 3 сөздің өзі ауыр ау, бір сөзбен. Жарайды, жарты сөз бар. Димаш, тамақ пісіре аласың ба? иә Тамақ істей аласың, иә? иә Үй жинай аласың, иә? Сен мистер Пропперның ғой. Грин флаг қой, нағыз. Армияда мен бәрінен мықты болып жүрған. Армияда болдың ба? Ну, базар жоқ. Жоқ, неге жалғыз сен жүрсің? біраз жерде Сен болған. армияда грин флаг Армияда болған, шетелде болған, түрмеде болдың ба? Мешітте болдың ба? Так, жалпы күшті. Так, Менде мынандай бұтақ, менде бір сұрақ болып тұр. Осы қазақтар бірінші саяхаттаса, неге Дубай немесе Түркияны таңдайды дейді. Жалпы жиі саяхаттайсыз ба? Египет, да? жиі саяхаттамаймын, мен тек Россияда болғам. Соңғы рет? И 5 жасымда Ташкентте болғам, піштіріліп келген кезінде, и все. Ташкентте піштірілмасаңыз. Дубай, Түркияда болады. Дубай, Түркияда жоқ. Менде Піштірудің не деген уровені мынау, Ташкентке барып піштіру. Ташкентке барып. Сонда Алматыда піштіретін адам табылмады ма? Онда жалғастырайық, да? Иә. Давайте, в темпе. А почему, когда человек разговаривает в Казахстане на английском, не говорят қазақша сөйле? Иә, орысша сөйлегенде бәрі қазақша сөйле деп айтады, ағылшынша сөйлесе. Ағылшын тілінен угрозы не чувствует? Почему, когда человек разговаривает в Казахстане на английском, не говорят қазақша сөйле? Ағылшынша сөйлесе, неге қазақша сөйле деп айтпайды? Себебі Мысалға орыс. туристтер келеді ғой, сол кезде ағылшынша сөйле. Түсіндіңіз ба? Қазір мен Windows бере салайын. жоқ, біздер андай қазақ елі сондай қонақжайлылығымыз соншалықты да, то что көңілін қалдырғым келмейді да. Туристтер ғой. Біз ыңғайлы болуға тырысамыз, как никак қонақ бастайық. келіп тұр ғой, міне қонаққа келіп тұрған ыңғайлы болу керек қой, оған удобно Димаш, болу керек деген. сен неше тіл білесің? Мен орысша, қазақша тек. Жоқ, мысалға Турцияға барсаң, жаңағы Базовый минимум. бәрі түркше сөйлейді осымен. Өз тілінде сөйлейді. Болды, оларға подстраиваешься. А біздер неге көп туристтарға подстраивать етеміз? Өйткені біз қатты қонақ жаймыз. Кейде түсініспеушілік танытпай, керісінше оларды бір қолдауға тырысатын сияқтымыз. Иә, адамгершілігімізді. Иә, олардың тілінде сөйлеуге тырысамыз. Олар біз жайлы бір жаман ойда қалмаса екен, біз жайлы жаңағыдай шетелде жаман бір көзқараста қалмаса екен деп ойлайтын Кейде сияқты. өмір сүреміз, осы жұрт не айтады деп. Иә, сондай бір білмеймін, ойымыз бар сияқты. Қаншалықты дұрыс? Сіздер шатастырып тұрсыздар туристтер мен жергілікті халықты. Туристтарға қазақша сөйле деп айтпайды ғой. Жергілікті халыққа айтады да, қазақша сөйлеңдер, Қазақстанда тұратын болғасын деп. Жоқ, енді ол туристтер жайлы айтып тұр ғой, Айболат. Ну, в целом, ғой, негізі. Жоқ, например. Жоқ, момент болды бір ретте, бір қазақша, орысша үйреніп жүрген шетелдік адам тұрды, бізге қазақтарға тұрды. Неге орысша сөйлеп жатсыңдар дейді барлықтары. Вроде бәрін қазақсыңдар ғой деді. Естеріңізде болса, Ана жерде шах и мат болып дымдай алмай қалдық біз. жоқ, естеріңізде болса, мынандай дүние, Димаштың айтып жатқанда дұрыс. Мысалға, Көкбазарда өзіміздің орталық магнит сататын кішкентай бала шетелдіктерге ағылшын тілінде жауап беріп, магниттарын сатып, сосын әлеуметтік желіде өте белсенді болып кетті ол бала. Сосын жаңағы барлығы таныды ол баланы. Білесің ба неге таныды? Өйткені ағылшынша жауап берді, емін-еркін сөйледі. Ол жерде емес, ол айтты, спасибо деді, не спасибо, рахмет деді. Содан танылды. И қазақша да үйретті. Именно қазақша, бізде қазақша, Қазақстанда қазақша сөйлейді. Енді дұрыс қой, магнит сататын бала тартымды болу керек қой. Ағылшынша сөйлегеннен емес. Жалпылама, өзіміздің тілімізді жақсы көрейік, қолдайық, бірақ шет ел тілдерінде меңгергеніміз дұрыс. Осы аяқ асты танымал болып кететіндер 5-10 жыл бұрын өздерінің грузчик болып стройкада жұмыс істеген фото, видеоларын қайдан тауып алады? Біз кеше туылған күнде түскен фотоны таппай қалып жатырмыз ғой дейді. Бар ма сенің шашлычныйда істеген фото? Көрсетіңізші бар болса. Мында жоқ ол. Тоқташы. Покажите свои шашлыки. Мангал керек десе. Жоқ. Шашлыктың түр-түрін білетін шығарсыз. Шашлык дегенде бүйтіп коллегалармен фотоға түскен фотом бар.
бір флешка арнайсыңдар да қай жылы? сақтап жүресіңдер соған салып. Мельница деген мен білемін ол ресторанды. Алматыда. Октябрьскийдің бойында. Все. Алматыда ма? жоқ Оралда ма? диана жақта ғой. Диана бүйтіп Әлем Плаза тұрады ғой соның бойында. негізі күшті түсіндіреді екен тугис керек емес. Бидің арқасы ғой соның не. Не. Пантомима. Тағы қандай жұмысты істедің негізі? Амурской областьта, Россияда плотник болып жасадым, стройкада. Жалпы жұмыс талғамайсың, Грузчикте болдық 14 жасымызда. Нағыз ер азамат. Мәссаған. Жұмыс вообще жұмыстан жиіркенбеу керек вообще. Любой адам. Жеркенбеу керек десе, жеркенші жұмыста істедің ба? Біреулер болады ғой, ей жасамайын Жұмыс дейтіндер. қолға жұқпайды дейді ғой. Ақ саусақ Жұмыс деп қолға айтады ғой. жұқпайды дейді. Дұрыс па? Сен қолмен жасамасайшы. Мен сіздерге айтайын, художник-постановщик кинодағы ең ауыр жұмыс. Мынаның бәріне жауап беретін художник-постановщик. Мына жерін художник постановщик. Декорация бәрі. Мына жақта енді өзіміз қатты сынамаңыз. Жоқ, әдемі, керемет маған ұнап отыр. Өзіңіз болғанда Айболаттың ақшасы ғой. біздің художник постановщик. А сен Қайрат қандай жұмыс жасадың? Бар, менде Кішкентай фото. кезінде пока фото іздеп жатқан мен кезде. скорый помощьта жұмыс жасадым. Мәссаған. Масалда? Жоқ, өліктің рөлін ойна. жоқ 4 жыл бойы санитар болып жұмыс жасадым. Санитар? иә Қойшы. скорыйда санитар Сен Укол мамандығың саласың ба? сондай ма? Мамандығың сондай ма? Жоқ. Енді қандай? Почти. солай болып қалды. Татуировка бар да сізде? Иә. Көрсетесіз ба ашып? Оны отырған кездерің, получается? курьер болып жұмыс жасадым, банкта жұмыс жасадым, тағы жер жұмыс жасадым. Прикольно. Тағы қай жерінде татуировка бар? Өтенде бар прицел. Серьезно ма? Да, Серьезно? эта хуйня ищет всегда приключения деген сияқты. Серьезно ма? Да. мынандай Ол не ма? татуировка түрмеге Қай барып жақтан көтенің өзіне салдың ба? Иә. Тесік жағына ма? Тепсіге Енді ашып көрсетсін ба ерек сен не қалап отырсың? Жоқ, оны қалай өзің салдың? салдың ба Қалай намеренно? салдың оны? Серега деген дос балам бар. Мынаны жасап берген, соны жасап берді. Ол қалай сонда? Полный Айттым ғой, любой жұмыстан жиіркенбеу. Жоқ, жарайды, қара, жаттың, Серега ұрды. Жоқ, нені? Татуировканы ұрды деймін. Иә, ұрды. Әдемілеп. Оның размері қандай болды? Нормально көрсетті. Жоқ, білмені айта бер. Жоқ. Көрсетпейінше тынышталмайтын сияқты. Жоқ, просто примерно жоқ, оны қандай бір мақсатпен ұрдың? Жоқ, болады мысалға мынаны қасқырды енді базар жоқ, бәрі андай көрсін деп ұрады ғой мысалға. Мына жерге ұрады біреулер. Біреулер мына баяғыда әкелеріміз мына жағына ұрады, мына жақтарына ұрады ше. Иә? Неше түрлі ұрады. Жоқ, андай етіп қою керек сияқты сұрақты. Көтенге татуировканы өзің қойдың ба или біреу қойып кетті ма? Айтам құрсын, ема. Серьезно кетіп жатсыңдар ғой. Жоқ па? Жоқ па? Ана түсінде үндемей отыр. Негізі бар сияқты. Анау көрді, жоқ деді. Жоқ, көре салайық, тексере Мен салайық. қызық болып тұрған неге сендер осы тема кәдімгі кіріп кеттіңдер? Жоқ, енді андай енді адам нормальный адам прицел ұра ма? Көтке прицел ұра Жоқ, ма? енді жоқ деп отыр ғой. Сол басында айтып кеттің ғой, біреудің трусындағы зат қызық біреуге всегда. Не, мен просто мен почему-то сеніп қалдым. Потому что сен өзің образы сондай да, жыбырлақ деп сондай не еткенсің, и реально көтке приключения іздейтін. Сіздерге біреудің аты қызық От меня можно Да, ожидать. может быть, иә. Вот мына нағыз актер екенсіз. О, сен жыбырлақтың актерлік шеберлігін кәдімгідей әдемілеп бағалап жібердің ғой. Негізі анда не жоқ па? Арқаға салады ғой бишілер көбінесе татуировка. Негізі көп бишілер неге татуировка салуға жақын? Түсіндіре алмадым соны. ол Жалпы эмоцияларын ана жеткізудің қасқыр қандай қасқыр ол? Ұрғаш қасқыр ма? Еркек қасқыр ма? Еркек қасқыр. Сол Еркек қасқыр. Не істеп тұр ол сонда? ырылдап тұр. Еркек Неге қасқыр шығар. қасқыр? Волка ноги кормят дейді ғой. Жүре береді. Ну как бы. Өзіңізді Қане, волк санайсыз ба сонда? сонда сендер екі қасқырсыңдар иә қазір. Бұл сонда сен арықтаған кезде бұл қасқыр арықтайды, сен семірген кезде бұл семіреді. Қартайғанда ауыз жабылады бүйтіп. Сөйле. Күшті. Әдемі. Жыбырлақ. Андай традициямыз қандай еді? Жалпы негізі қандай сұрақ болды? Не оқыдың сен? біздер уже оны обсуждать етіп тұрып фотоны тауып. Кім болып жұмыс істедіңдер? Кім ең необычный жұмысын қандай жұмыс істеген? Менің ба? Иә. Бағанадан бері сөйлемей отырсыз. Жалпы мен айтайын. Мен жалпы өте жыбырлақ тұрса айтты, жұмыс талғамау керек деп. Мен Өте жыбырлақ. жоқ, жыбырлақ өте тұрса айтты дедің ғой. Өте жыбырлақ. Мен 9-шы сынып, 8-шы сыныпты бітіргеннен 9-шы сынып көтетін кездері цемент саттым. Цемент саттың? Цемент.
цемент емес цемент саттым мынау не мынау ц әрпімен ұрысып қалыпты ғой бүгінге мынау ше сізде қандай тоқтасаңдар бірінші мынау сенде қандай жоқ АТЦ болып кетті жалпы цемент саттым оңай жұмыс емес ол да келеді сатып алады сосын басып бересің машина алып кетеді кәдімгі бүгін ермектің бенефисі болып жатқан сияқты. жоқ жалпы енді сен барынша ашып отырық қой. Мен қарбыз қауын саттым Қызылордада. Бізге ауылдан алып келеді мынандай КамАЗбен. Соны тал түсте отырып көшенің бойында сататынмын. Одан кейін енді мен мамама, үйдегілерге рахмет айтамын. Мен бір қара жұмыс жасап қиналдым деп айта алмаймын. Өзіме ұнайтын дүниемен айналыстым. Қазірде қарбыз қауын сатуда қара жұмыс қой. жоқ, ол бала кезде ғой, одан кейін деп жатырмын. қарбыз жеп отқан шығар просто. Жоқ, мен әйелдер қорғаватқан қараса жоқ, мен әйелдер жайлы бір журнал бар еді ғой, бір соны аламын да. Максим ба? Жұлдыздар отбасы бар, әйелдер жайлы бір журналдар болды. Мен соны оқып, тал түсте соны сататынмын. Маған қызық болатын ол дүние. Маған үйдегілер айтпайды, сат, ақша тап деген сияқты. Маған ол қызық болды. Жалпы өздеріңнің кәсіптерің болды ма әлде біреудің кәсібі? Кішігірім кәсіп қой сол. Болды, онда сен жұмыс жасаған жоқсың ғой, сен просто көмектестің. Көмектестім, мен оны жасадым деп айта алмаймын. Маған ұнады, өйткені ол процесс. Жасады ғой, күнімен тұрды ғой. Қарайып күннің астында. Мен цемент мысалы ауыр. Енді сен ер адамсың ғой. Енді қарбыз да ауыр ғой. мен андай кіттай қарбыздарды саттым. Айболат, мен кондуктор болдым. Кондуктор болдым. Мен 22-да кондуктор болдым кәдімгідей. Неше жасында екен айтсай? Мен даже мен бірінші класста кондуктор болдым ғой. Қойшы. Потому что батя жұмыста. Өмірің қиын болып тұр. Мен серьезно кондуктор болып істеп жүрдік. Прикольно. И 7-8 класста мен жазда прям 3 ай кондуктор болдым. И класс составында. Қатты антиреклама болып кетпей ма? Қайттан басынан бастап. 22-ші маршруттың рекламасы болады. 22-ші маршрутында. Жоқ. И мен жазда помню қыздар, класстас қыздар кіреді сол автобусқа. И мен барым как будто танымайтын сияқты. Танымаймын, короче, алор мен шақырады мені еще, мен танымайтын сияқты барым. И потом андай сабақ басталады ғой. Мен сен жазда кондуктор көрдім ғой. Мен потому что мен ұялатын едім ол кезде. Но я зарабатывал. Телефон алдым солай. Үйдегілерге көмектесіп. Мен неге ұяласыңдар? Енді ол мен мен баласым ТНТ-ға ғой. барған кезде билеп болдым да, Мигель сұрайды менен, вы кто по жизни дейді да, мен тұрдым да, я шашлычник дедім. Ұялатын несі бар? Жоқ, енді шашлычник нормально ғой кондуктордан қарағанда. Айболаттың самооценкасына ол тиген шығар мүмкін, сол кондуктор болғаны. Өзінің сыныптастарының арасында бір кондукторлық сен андай бір шамаза травмыңды айтып жатқан сияқтысың Айболат. ақша ұстау жағынан, Бүгін ба? финансовый грамотностьта. Өз жайында. Мен гостиницада администратор болдым. Нормально. Мен көп жұмыс істедім вообще. Кіммен кім поқылдасқанын бәрін білем деші. Мен коллекторский компанияда жұмыс істедім. Мен курьер болдым. Курьер болып жұмыс жасадым мен біршама жыл. Нестабильный, да, Да, ты? нестабильный да. Сосын тағы не болдым? Автор болып жұмыс жасадым. Жалпы 8 мен 9 класста мен сол цементте болдым, одан кейін уже бірден той жүргізіп кеттім. Шоумен болып кеттім. Деп ше сразу. Аниматор. Жоқ, аниматорларды дайындадым ғой мен. Мен детский лагерьде жұмыс жасадым да, художественный руководитель болып. Сосын аниматорлар дайындай бастадым. Тұңғыш Алматыдағы қазақша сөйлейтін аниматорларды мен дайындап шығарғанмын. Похвально. Тағы не деп мақтасам болады өзімді. Жалпы өзіміздің мақтаудан басқа не айтамыз тағы да. Ана отбасымен мақтанып отырғанлар мысалы. Біз мына жақта екеуміз барынша қолдан келгенше. Сен жалпы өзіңді не деп мақтай аласың? Бір мақташ өзіңді. Бір бәрі ел мақтаған емес, бір өзің не деп мақтайсың? Мақташ? Мамамның мақтанышымын. Не? Күшті. Негізі мама Оралда ма? Иә, Оралда. Мамасының мақтанышы, мамасына сәлем. Жыбырлақ мамасы. Енді орысша жазған екен на тредстен. Какие смешные ошибки вы совершали на работе, но вас не уволили? Ну, интересно вот, да? Өте бір қызықты жайттар жасадыңыз жұмыста. Сізді жұмыстан шығарып жібермеді сол үшін. Шашлықтың ет ұрлап кеттің деген сияқты. Свинина жасадым деген сияқты. Михаил Александрович, Мұрат Нұрланович екі бастық болды ғой. Они знали об этом, білді олар. Шашлыкты алып кету, фигня, жеп қою деген сияқты. Смешной нелер, прям ондай косяктар болған жоқ.
кстати, андай смешной момент болды. Мельница енді ашылайын деп жатты да, ресторан. Ашылуына 2 күн қалды. А бізді жарты жыл дайындады да, бүйтіп кухнямен бүйтіп тамақтарды бәрін менюмен жұмыс жасау, ауыстырды, бүйтті сөйтті. Дайындалып келдік та 2 күн қалған кезде гипспен келіп тұрмын ғой қолым. Йоп, тігідік деді ол. Бригадирім тұрып боқтап маған бейт жынданып. Бұлай қырып түсің мені шығарып, мен орныма адам алуға болады ғой негізі. Күтті. 1,5 ай күтті. Вот смешной момент. Ішіп, мен біреумен спарринговать етіп, шынтағынан ұрып қалғанмын ғой бүйтіп. Печеньден ұрам деп, шынтағынан ұрып қалғам. Мынау кетті, мына жерден бөлініп қалды бүйтіп. Сүйектерің слабы ғой, неғып төбелесесің? Бұлай тау болып қалды. Мен қатты тұрыптым ғой, мас кезінде. Ішпеңдер, ішкен жаман. Мен сізді green flag деп ойлап отырсам. Сол кезде расчет жасамайсың ғой енді мас кезінде. Қатты тұрып қалай айжан тұршы. Кішкене мына жүрек. Сонымен Сөйтіп 1,5 ай күтті. Вот смешной момент менде сол. Мен бір рет уволили, мен бір рет официант болдым, 9 ба сонда. И бір құдалық па сондай, 50 адамға. И біз 2 бала болып кірдік жұмысқа. Бірінші күн тек екеуміз, басқа ешкім жоқ. И біздер ол кезде кішкене ішетін едік. Ол кезде дегенде И короче тұрамыз а давай той басталып болмайды ғой. Давай ішейік деймін ғой. Что-то қызық емес уже. Мы ждем гостей. Жоқ. Давай деп коньяк аштық. 3 болдық, 3 бала болдық. Коньяк аштық. И қонақтар енді келіп жатқанда мас болып отырық қой біз. И, короче, той без обслуживания. Бізге тұртты айтты, вы уволены, деді. Но ана сарқыт жинап алыңдар, өздеріңе гонорар ретінде, деді. Біз 3 пакет сарқыт алып кеткен соң ғой, арақтарымен кәдімгідей. Сондай қызық. Алматыға жұмыс жасаймын деп көшіп келіп едім, бірақ ақша аз ба, мына жақта қиын болып жатыр. Обратно Ақтауға ауылға барып бір байып алуым керек болып тұр срочно. Или мен Алматының схемасын әлі түсінбей жатырмын ба дейді. Схемасы Мен әлі түсінбей жүрмін бар ғой. Бәрі айтады ғой, блогер, жаңа айтып отқандағыдай, блогерлер бай деп. Мен түсінбей жүрмін сол. Димаш тұраты көбейген жоқ па? А? Заработокпен бірге тұраты көбейген жоқ па? Соны түсінбеймін, финансовый грамотностьқа үйрететін біреу бар ма? Бірге қалап түсірейік, пожалуйста. Қайда кетеді ақшаңыздың көбісі? Финансовый грамотность керек. Дәмді тамақ жегенді қатты жақсы көремін. Ақшаның бәрі тамаққа кетіп жатыр ма? Мен жесем, прям стейк жеймін кәдімгідей. Мен етті жақсы көремін. Байский өмір сүреді екенсіз ғой да? Мен де ет жақсы көремін. Жоқ, прям ресторанға барып нетпеймін. Не, тамақты неге бартермен жемейсіз? Ол да бар, но білмеймін енді бүйтіп сат. Мен жылына неше рет братчикам айтады да, жегенде сен андай тамақтар алып келесің. А ты эстет дейді ғой. Потом білмеймін, мына кухняда жұмыс жасағаным шығар. Жылына неше рет стейк жейсің? Айна деп сұрамадың ба хотя бы? Жылына 4 рет. Жоқ, көп. Қанша? Айына неше? Бір 100 бар шығар жылына. 100 рет стейк жейсің. Сіз енді поварсыз ғой, неге үйден жасап жемейсіз? Неге жасамасқа? Ол да бар жасайтын моменттеріміз енді. Бірақ ерінесіз ба? Ой, по-любому енді угольда жасалған не стейк басқаша болады. Хоспер бар ғой, печкасы бар өзінің. Все, что на угле. Medium well. Жақсы көретінім сол. Қанмен, қансыз. Рибай, тибон. Жоқ, без крови. Тамақтан басқа қайда жұмсайсыз ақшаны тағы? Импульсивный покупкаға қалайсыз? Мен жақсымын. Батыста көтке барам деп айтам ба? Импульсивный деген мысалға сен тұрасында бір какой-то цель қоясың да, бірдеңе алам, анау жүрсің, и тұрасында какой-то бір рекламу көріп қаласың, мощный холодильник, допустим, и тұрасың, давай ала салайын дейсің, андай. Базар жоқ түсіндірдің ғой сен. Ну, там, допустим, мощный фен. Оны айтам, мен мощный, iPhone 17 шығады да, резко ала саласың. Бар, феннің 4-еу жатыр ғой соның кесірінен. Жоқ, вообще сондай импульсивный покупка деп айтады сонда, да? Резко бірдеңе ала салуға. И сондай аға, жоқ па? Затқа жоқ ондай особо. Жалпы киімге, стильге көңіл бөлесіз ба? Соған ақша қаншалықты жұмсайсыз? Сол киімге де неғып жұмсамаймын, мен түсінбеймін, қайда кетеді? Брат, сен күнде стейк жейсің. Бір ұрламай ма ақша? Жоқ, енді ақшаның бәрі қайда кетіп жатыр енді? Анда әйел азамат қайда ақша? Өзін түсінбеймін. Алматы сондай қайда кетіп қалғанын түсінбеймін.
бойдақтықтың кесірі шығар ма? Димаш үйленгеннен кейін осылай болады сенде. Қайда кетіп жатыр? Бас екеу болмай жоқ, енді мен нақты жауап ала алмай отырмын. Бас екеу болмай, сен мал болмайсың. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды. Мал төртеу болмайды. Мал төртеу болмайды. Жарайды, төртеу болсын мал. Екі мал Біреу қақырбас мал дейсің ғой. Жоқ, бас екеу болмай, мал төртеу болмайды. Алматыда финансовый грамотный болу қиындау басында. Мен 3-4 жыл болды ғой. Уже өзім тұрып, самоответ болып жүргенімізге. Әлі де сол, иә. Сол, мына Жоқ, менікі Алия, сол сұрағыңа сол жауап. Рахмет, Алия. Короче, шыдау керек не болса да, өту керек, шыда, жоқшылықты көр. Үнемдеңіздер. Момент, иә, үнемдеңіздер. Құр сумен болыңыздар. лепешка жеген уақыттарда бар ғой, блогер болсақ та ондай моменттер болып тұрады. Бірақ иә, көбісі мына Сумен лепешка регионнан қалай? келіп, Алматыда өмір сүру расымен де етеді. қиын деп жатады, иә. Иә, жан. Оларды айтсаңдар, сендер де суырып алып отыр ғой. Қалайсың? Жоқ, мына регионнан арман қуып Алматыға келдім деп жатады ғой. Сол кезде бір ожидание, реальность болып қалатын сияқты ол жандарда. Бұл негізі тек Алматыда баға қымбат па, әлде Алматы жалпы қымбат қой. Қымбат. Өмір қымбат болып жатыр. Анау жалпы әнде де айтылады ғой, қатыгездеу Алматы деп. Сол сияқты ғой. Оң қасында Біз негізі Астана Алматыда туылып, Алматыда өстік қой, соның өзінде. Біздің өзімізге ауыр. Сендер қалай көтеріп жүрсіңдер Алматыда? Бұның қасында Астана арзан, қайтыңдар үйлеріңе деп. квартира прям Алматыдан қарағанда Астананың прям 100 мыңға кем ғой. Иә. Прям 100 мың разница. Қашан көшейін деп И жатсың? еще былай қарап тұрсаң, ана квартиралардың жағдайлары нормально. 150 мың. Мен Астанада тұрып келдім ғой бір жыл бұрын. Астанада жилой фонд бәрі свежий. Бір жақсы. Свежий фонд? Ценасы арзан там. 180 мыңға, Жилой комплекс шығар. 200 жилой фонд деймін. Үйлер новый бәрі, понимаешь? 180 мыңнан аспашы. 180, 170, 200 мыңға спокойно квартира тауып алуға болады. Алматыда 350 мың ғой средний. Иә. Қорытындылай келе, сен Димаш таңдауың керек, үздік трец. Кімдікін таңдайсың? Кімнің жалпы сұрағы, жалпы кімнің треці? Кімнің ойы, иә? Кімнің треці ойы күшті болды? Бұтағы ұнады сізге. Мына өте пайдалы сұрақ, жаңа соңғы сұрақтардың бірі Алматыда келіп ақша үнемдеу жағынан. Ол менің де жаныма тиеді. Сол ұнады маған. Потому что любой адамның бізге бәрібір саған не ұнады? Ермек көре алмай отыр, мен деп айтады деп ойлады ғой. Жоқ, әдемі дұрыс айтасың. Өте күшті. Енді Жалпы ұнады ма бәрі саған? Бәрі ұнады ма? Төртеуміздің арамыздан кім ұнады саған? бөліп жара алмаймын олай. Әзілдеп отыр, қатты напрягаться. Серьез жауап берсеңші. Қайрат. Жарайды. Сіздермен бірге болған Жыбырлақ, Димаш, өте керемет биші, тағы да бимен аяқтайық бағдарламаны. Опа, давай, волну оттуда запускаем. И сен пока дейсің ғой, қара. Давай. Оп. И сен, жоқ сен. Во. Сен бір нәрсе істеп жүрсейші соңынан, давай. Да? Мен істеймін. Екі жақтан бері жүріңдер. давай. Давай. Екі жақтан. Не істеп? Андып кеттің. Екі жақтан. Қош бол жәулем келгенше, қайта айналып келгенше. Трецтан қонақта болған Димаш Жыбырлақ. Рахмет. Пластик. Жалпылама бүгін барынша бүкіл трецтарды, үздік трецтарды, әдем трецтарды алып талқылауға тырыстық. Біздің ойымызша бұл тек қана біздің ойымыз ғана, құрметті қандайым мырзалар. Ешкімге біз қарсылығымыз жоқ. Жай ғана біздің ойымыз, сіздермен бірге болған Жыбырлақ. Жалпы айта кетейік дедім де. Трецтан. Рахмет, келгеніңе рахмет. Жақсы. Бимен бітірейікші, айтшы. Болды. Тұрып бір движение көрсетші. Достар, парақшаға жазыламыз, пікір қалдырамыз, лайк басамыз. Бұл Трецтан